Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Ғалия Нұрали. Бүгін сіздермен бала күнде сүйіп жейтін ашымаған шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен сүтімізге сары майымызды салып, толық ерітіп алатын боламыз. Сары майымыз толық еріп болды. Енді осыны ыдысымызға құйып, ақырындап қамыр илей бастаймыз. Сүтіміз қатты ысып кетпеу керек. Егер қатты ысып кетіп жатса, сәл салқындатып алып илегендеріңіз дұрыс. Сүтімізге алдымен бір жұмыртқа мен бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөле отырып, үстіне жарты қасық қопсытқыш салып, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды 5 минуттай жақсылап иін қандырып илеп алған дұрыс. Кейін бетін жауып 5 минутқа қоя тұрасыздар. Бізде осындай жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр шықты. Енді осыны тағы бір рет жақсылап илеп, 2 бөлікке бөліп, қамырды жаятын боламыз. Қамырымызды шамамен жарты сантиметрдей қалыңдықта жайып аламыз. Қатты қалың да, қатты жұқа да болмайды. Кейін оны үлкен бөлшектерге бөліп шығамыз. Шелпектерімізді орташа отта қызып тұрған майда екі жағын қызартып қуырып аламыз. Шелпектерімізге аштыққа қосылмағанмен кереметтей көтеріліп, жұмсақ болып піседі. Тез әрі оңай дайындалатын шелпекті үйде пісіріп көруге кеңес беремін. Рецепттер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.